КСК бұны өшіріп тастады. Өздерінің бір пломбасы бар мына жерінде. Елордалық Нұржан Темірбеков электромобилін қыркүйек айының басында сатып алған. Кейін пәтер иелерінің кооперативімен келісе отырып, үй астындағы жабық автотұраққа қуаттау станциясын орнатып алған. Оған дейін заңның нормаларымен де танысып, шектеудің жоқтығына көз жеткізген. Алайда жақында осы құрылғысын жауаптылар электр қуатынан ажыратып тастапты. Қазір біз бәріміз бар болған инфраструктура бойынша соны қолданып жатырмыз. Ол жеткіліксіз бізге. Өйткені машиналар өте көп. Қазір қыста аккумулятордың ресурсы азаяды. То есть, мысалы, жаз кезінде аптасына бір-ақ рет зарядтасаң, қыста аптасына 2 рет зарядтауға мәжбүр боласың. Бұл мәселе бойынша төтенше жағдайлар министрлігіне жүгіндік. Мамандар қазіргі қолданыстағы заңда қуаттау станцияларын орнатуға байланысты тыйымның жоқтығын мойындап отыр. Орнатылу бойынша шектеу қандай да бір талап жоқ. Ол талап болмағанымен ол бізге елімізге жаңадан кіріп жатқан нәрсе ғой. Сол себептен нормасыз орнату өте қауіпті болып келеді. Электромобильдердің жануы өте қатты. Ол жанғанда тоқтамай жанады 8 сағатқа дейін. Оны сөндіру тәсілдері өте қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Қауіпсіздік қағидасында жабық автотұрақта аккумуляторды қуаттауға болмайды деп қана жазылған. Сондықтан да заңға электромобильдерге қатысты толықтыру енгізілуі мүмкін. Қазір бұл мәселе мәжіліс қарауында. Алдымен осы электр қуатын пайдаланатын көліктерді алуға ынталандырып отыр ғой. Мысалы, қазір кедендік салық алынбайды, автокөліктік салық алынбайды. Яғни мемлекетіміз ынталандырып отырғандықтан электр қуатына көшуде. Бұны толыққанды комплексті жасау керек деймін. Мысалы, сол көліктерді адамдар үйінде қуаттандыра алмаса, көшелерімізде, қалаларымызда қуаттандыру орындары өте аз. Мысалы, мен кеше ғана зарядкаға барған, бір быстрый зарядный трехфазный зарядқа барсам, ол жақта 3-4 машина уже очередьте тұрған. Мен вынужденно 2-3 сағат тұрдым күтіп. Өйткені кете алмайсың, кетсең қалада тұрып қаласың. Бүгінде төтенше жағдайлар және сыртқы істер министрліктері біріге отырып, Қытай мен Түркияның тәжірибесін зерттеуді қолға алыпты. Осылайша экокөліктерді қуаттау станцияларын орнату тәртібінің ең қауіпсіз нұсқасын енгізбек. Ресей мемлекетінде, одан кейін Норвегия мемлекеттерінде мысалға паркингтерде 10 зарядтау станциясынан артық қоюға болмайды. Одан артық қоятын болса, уже противопожарный стена дейді ғой, өрт стенасы, сондай орнату керек. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, мысалы, Қытайда үй астындағы жабық автотұрақтарда электромобильдерді қуаттауға рұқсат етілген. Алайда станция тұрақты тоқ көзіне қосылуға тиіс. Сондай-ақ оның қауіпсіздігін бақылап және қажетті ақпараттарды беріп отыратын бағдарлама орнату міндеттеледі. Құрылғы істен шықса, ол автоматты түрде өшіріп, келеңсіз оқиғаның алдын алады. Электромобильді толық қуаттау құны орта есеппен 2,5 мың теңге. Салыстырмалы түрде жанар жағармай тұтынатын автокөліктерде бұл көрсеткіш 10 мыңнан 20 мыңға дейін барады. Экомашинаның минусы тек уақытқа тәуелділігінде. Себебі литий-ионды батарейканы арнайы қуаттау станциясында 1,5, ал үй жағдайында 7-8 сағатта толтырасыз. Зарядный станция кез келген адамның үйінде болады. Жаңағы 220 вольттық зарядный станциямен зарядтауға болады. Розеткамен кәдімгі. Толық қуаты неше шақырымға жетеді? 430-460 километр орташа есеппен. Автокөлік өндірушілері бұл автокөлікті әр жерде мысалы жаңағы тестировать еткен, суыққа да шыдамды, ыстыққа да шыдамды. Мысалы, қыстың күні бұл біздің климатқа арналған автокөлік деп есептеуге болады. Статистикаға сүйенсек, 2021 жылдың қазан айынан 2023 жылдың қазанына дейін республика бойынша 5929 автокөлік отқа оранған. Оның 100-і автобус, 1061-і жүк машина, ал 4768-і жеңіл көлік. Бұлардың ішінде электромобильдерге қатысты дерек тіркелмеген. Жалпы осы орайда тоқпен жүретін темір тұлпарлар жол көлік оқиғасына ұшыраса, қаншалықты қауіпсіз, тұтанып кетуі мүмкін бе деген сұрақтың да туындауы заңды. Біріншіден, электромобильдер көлік апатына ұшыраған кезде бірден үлкен тоқ беру жүйесі өшіріледі. Екіншіден, қуат сақтау батареялар тұратын орны өте қалың және өте берік металдардан жасалған.
Көлік жүргізушілерінің жаппай электромобильге отыруы үшін ең алдымен инфрақұрылымын дамыту керек. Әзірге бұл бағыт бізде ақсап тұр. Өйткені 2016 жылдан бастап 291 ғана қуаттау стансасы орнатылған. Олардың дені Алматы мен Астанада. Қазір ел бойынша 7847 инновациялық экомашина тіркелгенін ескерсек, бұл әрине аздық етеді. 2040 жылы әлем бойынша электромобильдердің сатылымы 56 миллионға жетуі мүмкін. Зерттеушілер осылай деп болжап отыр. Еуропалық одақтың жасыл күн тәртібіне сәйкес 2035 жылға қарай сатылған барлық жаңа машиналар электрлі болуы керек. Елімізде соңғы уақытта электромобильдерге қызығушылық артқан. Алайда салыстырмалы түрде мұндай көліктердің үлесі әлде аз. Нақтырақ айтқанда 1%-ға да жетпейді.